Достар, барлығымыз ұрлықтың соңы немен аяқталатынын жақсы білеміз. Бүгінгі видеода біз сіздерге камераға түсіп қалған ақымақ ұрыларды көрсететін боламыз. Сонымен көп созбай бастайық. Мас болған адам дүкенді тонамақшы болады. Ол дүкенге жоғарыдан кіргісі келді. Сонымен оның бірінші мүмкіндігі сәтсіз өтеді. Бірақ ол бірдеңе қылып, тырысып, әйтеуір шатырға мінеді. Ал оның алдында не күтіп тұрғанын қараңыздар. Ең алдымен ол еденге жақсылап құлайды. Сосын есін жиып, әрі қарай өзінің ұрлығын бастайды. Сөйтіп өзінің керек затын алып, тым болмағанда есіктен шыққысы келеді. Бірақ өкінішке орай есік жабық болады. Есікті сындырам деген оймен ол есікті ұра бастайды. Сонымен есік ашылмағаннан кейін ол қайтадан жоғарыдан шыққысы келеді. Бірақ бұл жолы ол тағы да құлап түседі. Ақыры амал қалмаған соң ол өз еркімен беріледі. Ал бұл ұрлық түрі сәтті өтті десек те болады. Ұрылар дүкендегі 72 тұман құйылған сыраны ұрлап кетеді. Бастапқыда есік жабық болады, бірақ ұрыларға бәрібір есікті теуіп ашып олар ұрлықтарын сәтті орындайды. Ал мына адам картинканы дым болмағандай ұрлап кетеді. Ол бірінші картинканы өзінің киіміне салғысы келді. Бірақ киіміне сыймағасын ол қолына ұстап кетуді шешті. Банкты тонаушы кассирден оған барлық ақшаны беруін талап етеді. Бірақ қызметкерлер батырманы басып, қауіпсіздік орнатылады. Қорыққан қылмыскер есікке қарай жүгіріп, есікті ашуға тырысады. Негізінде есік ішке қарай ашылуы керек еді. Бірақ қылмыскер оны түсінбей, біраз жүреді. Сонымен ішке бір әжей кіреді. Қылмыскер сол сәтті пайдаланып, қашып кетеді. Жалпы ұрының неше түрі болады екен. Мына екі ұры камера сатылатын дүкенді тонамақшы болады. Қылмыскерлер түрлерін жасырамыз деп ойлаған, бірақ оның ішінде 25 жасырын камера бар. Яғни солардың бірінде ұрылардың бет-бейнесі түсіп қалыпты. Әрине ақыр соңында олар ұсталады. Ал мына адамдар сейфті тонамақшы болады. Бірінші адам көлікте күтіп отырады, ал екіншісі есікті бұзып, ішке кіріп сейфті алуға тырысады. Сейфті алуын алды, бірақ оны көтеру мүмкін емес, өйткені сейфтің салмағы 150 кг-нан асады. Сөйтіп қылмыскер бір амалын тауып, әйтеуір сейфті орындықпен апарам деген шешімге келеді. Солай ол сейфті есікке дейін орындықпен апарады, бірақ өкініштісі есікке орындық сыймай қалады. Қылмыскер айтқанынан қайтпай, сейфті өзі көтеруге шешім қабылдайды. Сөйтіп әрең дегенде сейфті көлікке алып келеді, бірақ қылмыскер сейфті көлікке кіргізе алмаған соң, ақыры олар сейфті сол жерге қалдырып кетеді. Екі бала бір ғимаратқа кіріп, ақша талап етеді, бірақ олар қайда келгендерін білмейді. Сөйтсек бұл полиция бөлімшесі екен. Сонымен екі бала бірден ұсталды. Сонымен достар, қанша ақшаға қиналсаңыздар да ұрлыққа жоламаңыздар. Ризықты тек қана Аллах тағала ғана береді. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.